Қайырлы күн, құрметті қазылар алқасы мен әріптестер. Мен Алматы облысы Іле ауданы 40-шы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші. Педагогикалық идеялар панорамасы республикалық байқауының аймақтық кезеңінің 1-ші орын жүлдегерімін. Менің педагогикалық идеям математикалық тапсырмалар орындау арқылы тұрмыстық қалдықтарды азайту жолдарын үйрену. Қазіргі таңда тұрмыстық қалдықтардың шамадан тыс көбеюі әлемдік экологиялық мәселелердің бірі болып отыр. Пластик, қағаз, шыны, тамақ қалдықтары сияқты тұрмыстық қоқыстардың көлемі жылдан жылға артып келеді. Бұл өз кезегінде қоршаған ортаның ластануына, ауа мен судың сапасының нашарлауына және табиғи ресурстардың сарқылуына әкелуде. Тұрмыстық қалдықтардың дұрыс сұрыпталмауы топырақтың улануына, жануарлар мен өсімдіктер әлеміне зиян келтіруде. Осыған байланысты экологиялық мәдениетті ерте жастан қалыптастырудың маңызы зор. Менің педагогикалық идеямның мақсаты оқушылардың математикалық сауаттылығын дамыта отырып, экологиялық сананы қалыптастыру және тұрмыстық қалдықтарды азайтуға бағытталған практикалық дағдыларды үйрету. Сонымен қатар педагогикалық идеямның өзектілігі қалдықтарды басқару дағдысын ерте жастан қалыптастыру оқушылардың табиғатқа жауапкершілікпен қарауын қамтамасыз етеді. Математикалық есептер мен практикалық зерттеулер арқылы экологиялық білім мен математикалық сауаттылығы қатар дамиды. Бұл педагогикалық идеямның басты жаңалығы математикалық сауаттылықты дамыту мен экологиялық тәрбиені кіріктіре отырып оқыту. Дәстүрлі есептерді тұрмыстық қалдықтар тақырыбына негіздеу арқылы оқушылар өз бетінше деректерді жинап, оны сандық көрсеткіштерге айналдырып, диаграмма және графиктер түрінде талдайды. Жоба барысында оқушылар отбасы мен мектеп көлемінде жиналған қалдықтарды санаттарға бөледі, өлшейді және пайыздық үлесін есептейді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығы қалыптасады. Бұл идея арқылы мен оқушыларға тек есеп шығару дағдысын емес, экологиялық ойлауды қалыптастыруды мақсат еттім. Сабақтарымда тұрмыстық қалдықтар тақырыбын есептермен байланыстырып, оқушыларды өмірлік мысалдар арқылы ойлануға бағыттадым. Оқушыларым қалдықтарды сұрыптау немесе қайта өңдеу жайлы есептер шешу арқылы қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды үйренді. Мен үшін әрбір сабақ жаңа ізденіс, жаңа мүмкіндік. Өйткені ұстаздық ол тек білім беру емес, жүрекпен сезініп, шабытпен жасалатын өнер деп білемін.